Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен томат соғында ассорти жабатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Міне көріп отырғандарыңыздай өте керемет томат соғында қияр мен қызанақты жабатын боламын. Қысты күні өте таптырмайды. Ет тағамдарына осы ассортиді ашсаңыздар, тәбеттеріңізді керемет ашатын болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдын ала барлық заттарымды турап, тазалап, жуып аламын. Алдын ала қызанақтарымды жуып, тазалап, турап, мен осылай жасадым. Турап, кастрөлге салып, бір жақсылап қайнаттым. Қайнатып, жақсы қайнаған соң дұрышлакта өткіздім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мені осылай жақсы бір қайнаған кезде оттың астын өшіріп, дұрышлакқа салып, мен дәнегі өтпес үшін осындай сетка қойдым дұрышлактың үстіне. Осылай томаттың соғын осылай жасадым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, мясорубкадан өткізіп, дәнегін сеткамен сығып алсаңыздар да болады. Мен осылай жасадым. Сығып, дәнектерінің бәрін алып. Енді осы дайындап алған томат соғын отқа қойып 20 минут қайнатамын. Томаттың соғы қайнап жатқан кезде алдын ала қызанағымды, қиярымды жуып, тазалап, сарымсағымды бәрін дайындап аламын. Хрен, укроп, лавр жапырағын, ашты бұрыш, сарымсағымның бәрін турап дайындап аламын. Мені қызанағымды дайындап алдым, қиярымды алдын ала жуып тазалап, 2-3 сағатқа салқын суға салып қойдым. Менде үйде бақшадағы қияр. Енді алдын ала буланған банкымды мен бүгін 2 литрлік банкіге жабатын боламын. Барлық дайындап алған заттарымды саламын. Бірінші хренді салдым, укроп саламын. Сарымсағымды саламын. 2 литрлік банкіге 2-3 тіс сарымсақ салсаңыздар жетеді. 2 кішкене бөлікке бөлінген ащы бұрышымды салдым. Лавр жапырағын салдым. Қара горошықтарыңыз болса салып жіберіңіздер. Менде болмады. Болгар бұрышын салдым. Енді қияр мен қызанақтарымды салып, банкілерімнің бәрін толтырып аламын. Мені банкілерімді толтырып алдым. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суымды құямын. Банкымды толтырып, ыстық су құямын. Алдын ала толтырылған банкілеріме ыстық суды толтырып құямын. Мені барлық банкілеріме суды құйдым. Енді қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоямын. 15-20 минут өткеннен кейін суын төгіп тастаймын. Бұл су бізге керек емес. Суларын төккеннен кейін мен 2 литрлік банкіге жауып жатырмын. Сол себепті 2 литрлік банкіге 2 қатты толмаған ас қасық тұз салдым.
Енді 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз салдым. Енді 1 ас қасық шекерімді саламын. Қатты толмаған. Осының үстіне 20 минут қайнап тұрған, 20-30 минут қайнатсаңыздар болады, томат соғын құямын. Барлық банкілеріне томат соғын құйып шықтым. Енді 2 литрлік банкіме қатты толтырмай 1 шай қасық 70%-лық эссенция уксусымды құйдым. Барлық банкілерімді мені жауып алдым. Менде 4 банк шықты 2 литрліктен. Мен барлығын көз мөлшері бойынша алдым. Міне керемет томат соғында асорти жауып алдым. Сіздер де жауып көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, маған подписация етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі алда жақсы рецепттер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.